Қайырлы күн, YouTube достарым. Бүгін біз жемістерден және жүзімнен салат жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 2 дана алма, 150 грамдай жүзім, 2 банан, 2 мандарин және де айран қажет болады. Дүкеннің айранынан алдым. Енді жемістерді жақсылап жуып алған соң, оларды осылайша видеода көріп тұрғандарыңыздай ұсақтап турап аламыз. Турап алған жемістерді ыдысымызға салып отырамыз. Енді алманың біреуін қабығын ашсақ, екіншісін ашмаймыз.